Өзбекстанның төменгі Шыршық ауданында домбыра үйірмесі ашылды. Енді ондағы қаракөз қандастар ұлттық аспапта ойнауды тегін үйренуге мүмкіндік алды. Игі бастама отандастар қорының қолдауымен іске асып отыр. Әлемнің бірнеше мемлекетінде қазақ жастарын спорттық ойындар мен өнерге баулу ісі қолға алынды. Тақырыпты Ташкенттегі тілшіміз Рауан Мыңбаев тарқатады. Ташкент облысына қарасты төменгі Шыршық ауданы негізінен мақта шаруашылығымен айналысады. Қырсадақ соның ең шеткі ауылдарының бірі. Мұнда 100-ден астам бала оқитын шағын мектеп бар. Білім ошағы жанынан үйірме ашылғалы оқушылардың бір тобы домбыра шертіп, ән айта бастаған. Негізі басында тек қана маған үйрететін 3-4 сағаттап отыратын еді. Менің өнерімді көріп, қалғандар қызығып, мен де қызымды берсем ба деп, сосын барып менен ағайды сұрап, келешекте ұстаз болғым келеді. Сосын барып домбырама қарап, өнерімді жалғастырғым келеді. Үйірме жұмысын жергілікті өнерпаз Оразалы Жүнісбаев қолға алды. Отандастары қоры оған ай сайын жалақы төлейді. Ал балғындарды ұлттық киім және аспаппен қамту ата-аналарға тапсырылған. Мектеп жасынан домбыраға әуестенгендердің кейбірі келешекте өнер жолын таңдауы мүмкін. Осында Ораз ағайымыз үкілі домбыраны ашып, осыншалық дәрежеге жеткізіп қойды. Осы Өзбекстанда жасасақ та қазақ дәстүрін есімізден шығармай, осыншалық болып қалды. Ауылдарымызда жар деген әжелеріміздің топтары бар, ансамбльдеріміз бар қазақша, өлеңдеріміз қазақша, ауылымызда сөйлейтін адамдарымыз бәрі толық қазақша сөйлейді. Балдарымыз жоғары оқу білімдеріне кіріп жатыр, Өзбекстанға, Қазақстанға. Баламыз қайсы тілді оқитынымызды сол тілді бойынша оқуларға кіріп кетіп жатыр. Домбыра сабағына әзірге 17 оқушы қатысып жүр, оның 16-сы қыз бала. Мен келешекте бұл қыздарды сіздерге Қазақстанға фестивальдарға апаратын ойым бар. Ата-аналарына да рахмет, осыншалық маған сеніп, осы балапандарын бергеніне. Бұл мақсат не? Балапандарға қазақтың қара домбырасын үйрету. Шетелдегі қандастарымыз ұлттық болмысымен құндылығынан алыстамайды. Оны осындай өнер курстары арқылы бала кезден бойға сіңіру жалғаса бермек. Рауан Мыңбаев, Хабар 24, Өзбекстаннан.